Вьетнамның өлім қаупі жоғары джунглиінде батыл, бірақ көпшілік білмейтін бір топ қаһармандар пайда болды. Олар тек фонар және 45-ші калибрлі тапаншамен қаруланып, Вьетконгтың орасан зор жер асты туннелдер жүйесіне кіріп, жасырын жауды табу және жою үшін тереңге түсті. Қара түнекпен, мина торлармен, улы жыландармен және тұншығу қаупімен күресе отырып, бұл қорқынышты миссияға тек санаулы ғана ерікті батыл адамдар келісті. Олар Вьетнамның туннелдік егеу құйрықтары деп аталған арнайы сарбаздар еді. Тарихтағы ең даулы соғыстардың бірі Вьетнам соғысы партизандық соғыс түсінігін түбегейлі өзгертті. ақш-тың басым әрі қуатты әскери күшіне тап болған вьетнамдықтар соғысты жер астына көшірді. Осылайша тарихтағы ең ерекше шайқас алаңдарының бірі пайда болды. Вьетнам сарбаздары жағынан жүздеген шақырымға созылған құпия байланыс туннелдері мен жер асты қалалары салынды. Бұл туннелдер жылдар бойы штаб, аурухана, байланыс орталығы, азық-түлік қоймасы, оқ-дәрі жасыратын орын және тіпті Вьетнам сарбаздарының үйі ретінде қызмет етті. Осы ерекше соғыс жағдайында кейбір американдық және австралиялық сарбаздар ерікті түрде осы тар, қараңғы және клаустрофобиялық туннелдерге кіріп көрінбейтін жауды іздеуге тырысты. Олар туннелдік егеу құйрықтар деген атпен танымал болды. Бұл туннелдер олар үшін мина тұзақтарын, егеу құйрықтарды, улы жыландарды, тұншығуды, атыстарды, қолма-қол шайқастарды және көп жағдайда өлімді білдірді. Бұл өте қатыгез тәжірибе болды. Одан тірі шыққан әрбір сарбаз оны ешқашан ұмытпады. Вьетнамдықтар ондаған жыл бойы жер астында туннелдер қазумен айналысты. Бір-бірімен қиылысып жатқан бұл туннелдер жүйесі соншалықты кең болды. Тіпті көптеген ауылдар осы жер асты өткелдері арқылы байланысып жатты. Кейбір туннелдер Сайгон қаласына дейін жеткен, бірақ кейбірінің ені әрең адам сиятындай ғана тар болған. Ішінде тыныс алуды қиындататын өте ауыр, сасық иіс үнемі тұрған. Ол жерде ешкім болмаса да, иіс бәрібір кетпейтін. Себебі онда дәретханалар мен тұрмысқа қажетті орындар да болған. Сондықтан ауа өте лас әрі жағымсыз еді. Туннелдер тік және көлденең қазылған күрделі лабиринттерден тұрды. Олар жер асты бункерлеріне, қоймаларға және жасырын орындарға алып баратын. Әрбір туннель мен өткел мұқият жасырылған люктер мен шығу жолдарымен бөлінген болатын. Бұл жүйені одан да таңғаларлық ететін нәрсе оның көп бөлігі қолмен қазылғаны. Жер бастапқыда оңай қазылғанымен ауа тигеннен кейін топырақ қатайып, цемент сияқты болып қалатын. Сондықтан оларға қосымша тіреу қоюдың да қажеті болмады. Олар жай ғана қазуды жалғастыра берді. Вьетнамдықтар туннелдерді жер үстіндегі шабуылдар мен тосын соққылар ұйымдастыру үшін пайдаланды. Кейде аз ғана сарбаздармен олар әлдеқайда үлкен америкалық күштердің рухын түсіріп тоқтата алатын. Ең үлкен қауіп туннелдермен ластанған аумақта жүру еді. Сонымен қатар өрмекші індері деп аталатын кішкентай тесіктер болды. Сол жерден сарбаздар кенеттен шығып, біреуге артынан оқ атып, қайтадан жоғалып кететін. Бәрі жан-жақты қорғануға тырысатын, бірақ соған қарамастан жараланған сарбаздар пайда болатын. Америкалықтар туннелдердің кіреберісін тапқан кезде, оларды тазалау үшін ерікті сарбаздар шақырылатын. Олар туннелдердің ішіне кіріп, оларды залалсыздандыруға тырысатын. Бірақ вьетнамдықтар америкалық әріптестеріне қарағанда бір үлкен артықшылығы болды. Олар туннелдердің орналасуын жатқа білетін, ал америкалықтар үшін керісінше жағдай еді. Олар ешқашан бұл туннелдер қайда апаратынын, қай жерден шығатынын, немесе жасырын люктердің қайда орналасқанын нақты білмейтін. Көбіне бір тәсіл болатын, аяғыңа арқан байлап кіру. Егер бірдеңе болса, мысалы біреу құлап қалса, кем дегенде сені немесе денеңді сыртқа тартып шығара алатын еді. Менде М16 пистолеті мен фонар болды. Бункердің баспалдағымен төмен түстім. Іште қап-қараңғы, бірақ алыс жақта басқа кіреберістен түсіп тұрған жарықты көрдім. Сол кезде қатты қорықтым, сондықтан тек сол жарыққа назарымды тіктім. Сол қолымда фонар, оң қолымда М16 болды. Мен сол жарыққа қарай жүре бердім. Бункерде 100 адам болуы мүмкін еді, бірақ мен солға да оңға да қарамадым. Тек сол жарыққа жетсем болды, деп ойладым. Қайда түскенімді, қаншалықты терең екенін де білмедім. Кейін қайтып шығатын жолды таба алмаймыз деп ойладық, өйткені ол жері бал арасының ұясы сияқты тұтас лабиринт еді. Сол кезде қабырғаларда ойықтар бар екенін байқадық, адамдар сонда ұйықтаған. Бұл шамамен қабырғаның ішіне қарай 60 сантиметр терең, бірде 80 метр ұзын ойықтар. Вьетнамдық әскерлерге сол жеткілікті. Көп жағдайда біз өте сақ болып дыбыс шығармауға тырысатынбыз. Бірақ кейде мен бункерге кірген бойда ішіне граната лақтыратынмын. Біз әрдайым көп граната алып жүретінбіз. Себебі ішінде кім болса да
жарылғыш граната оларды жоя алады. Ал егер мина тұзағы болса, граната оны да іске қосып жіберуі мүмкін. Яғни бір гранатамен екі мәселені шешуге болады. Көбіне ішінде ешкім болмайтын. Бірақ егер біреу болса, граната оны міндетті түрде жояды. Жалпы ереже өте қарапайым еді. Алдымен граната лақтыр. Сонда тірі қалу мүмкіндігің әлдеқайда жоғары болады, деп еске алады америкалық Вьетнам соғысының ардагері. Америкалық егеуқұйрықтар отряды тек тапаншамен, фонармен ғана қаруланған болатын. Олар қараңғылықта жорғалап кіріп, тек өз сезімдері мен түйсігіне сенуге мәжбүр болды. Мен туннелдегі тәжірибем туралы мынаны айтар едім. Көзі көретін адамдардың өте аз бөлігі, тіпті ешқайсысы дерлік толық жарықсыздықты елестете алмайды. Қолыңды алдыңа апарсаң да көрмейсің деген сөз тіркесі осы жерге тура келетін сияқты. Сарбаздар үшін ең үлкен қауіп шахталар мен люктер болды. Олар төменде немесе арғы жағында жау бар жоғын тек тым кеш болғанда ғана білетін. Көбіне жаулар дәл кіреберістің жанында жасырынып, жақындаған сәтте кенеттен шығып оқ ататын. Мен мұны 2-3 рет көрдім. Бір жас тәжірибесіз сарбазды көрдім. Ол туннельге еңбектеп кіріп келе жатты. Жерге жабысып қозғалып жүргені дұрыс еді. Бірақ ол кіреберіске жеткенде еңкейіп қараған сәтте бетіне оқ тиіп өлді. Туннельдерде түрлі қауіптер болатын. Мен өзім бәрін көрген жоқпын, бірақ бір әңгімеде былай делінеді. Олар улы жыландарды алып, құйрығын тақтайға шегелеп, туннель төбесіне іліп қояды екен. Сен қараңғыда жүріп келе жатасың, ал ол 3 қадамдық жылан деп аталады. Себебі ол шақса 3 қадам жасап үлгермей-ақ адам өледі дейді. Сондай-ақ туннельдерде ұзындығы шамамен 30 сантиметр болатын өте үлкен шаянды көрдім. Біреуін тіпті өз тапаншаммен атып өлтіргенмін. Бұл естігенде біртүрлі көрінуі мүмкін, бірақ олар өте ірі болатын. Біз Техаста көретін шаяндардан әлдеқайда үлкен. Мүмкін бұл климатқа байланысты шығар. ақш-тың әскерлері Вьетнамдағы туннель соғысына мүлде дайын емес еді. Сондықтан туннельдік егеуқұйрық болуы ерікті түрде келісу, іс жүзінде бәрін сол жерде үйрену деген сөз еді. Вьетнамдықтар үшін туннельдер жай ғана жасырынатын орын емес, толыққанды логистикалық жүйе болды. Олар туннельдерде барлық нәрсенің қорын сақтады. Көбіне шағын ғана туннель кіреберісін тауып, ішін тексерсең, онда 30-40 дана қару жасырынған қойма шығып келетін. Бір жолы ақш-тық сарбаздар тіпті жердің шамамен 2 метр тереңдігінен тұтас бір оңтүстік вьетнамдық танк тауып алған. Ол вьетнамдықтар үшін жер асты командалық орталығы ретінде қолданылған. Ішінде жұмыс істейтін аккумулятор, фаралары және радио болған. Америкалық әскерлері туннельдерді жоюға, вьетнамдықтарды ол жерден қуып шығаруға немесе іште қамап тастауға жанұшыра тырысқан. Олар мұның түрлі әдістерін сынап көрді. Сол әдістердің бірі туннельдерді суға толтыру еді. Олар көлемі жеңіл көлікпен бірдей дизельді сорғыларды әкеліп, бұл алып сорғыларды тікұшақтармен тасып өзеннің жанына түсірген. Сосын ұзындығы 100 метрге жететін құбырларды үлкен туннель кіреберістеріне дейін тартып, суды айдай бастайды. Олар бұл туннельдерге апталап, күндіз-түні тоқтамай су айдайды. Сырттай қарағанда бұл індегі жануарларды сумен шығарып жатқандай тиімді тәсіл болып көрінді. Бірақ кейін вьетнамдықтар мұндай жағдайға да дайын болғанын ақш-тықтар түсінді. Оларда туннельдің кей бөліктерін тез жауып, су өткізбейтіндей оқшаулап тастайтын тәсілдер бар еді. Сондықтан суды айдау әдісі қысқа мерзімге ғана аздап әсер етті. Ал америкалықтардың не істеп жатқанын түсінген соң, вьетнамдықтар туннельдерін тез жауып тастау тәсілдерін меңгеріп алды. Су көмектеспеген соң америкалықтар газ қолдануға көшті. Келесі әдіс туннельдерге газ айдау болды. Бұл әскери мақсатта қолданылатын өте күшті көзден жас ағызатын газ еді. Оны туннельдерге, желдеткіш шахталарға және барлық мүмкін өткелдерге айдап, ішін түгел газға толтырмақ болды. Бірақ газ да тек жартылай ғана әсер етті. Көп ұзамай оның да себебі белгілі болды. Вьетнамдықтар мұндай шабуылдан қорғануды да үйреніп алған еді. Туннельдердегі жасырын қоймалардан қолдан жасалған противогаздар жиі табылатын. Олар қарапайым дәке, пластик пакет және қолда бар заттардан жасалған. Дәкені дымқылдап, басқа орап, үстінен пластикпен бекітетін, сол олардың противогазы болды, және ол жұмыс істеді. Қарапайымдылығына қарамастан бұл өте тиімді шешім еді. Тіпті кей сарбаздардың айтуынша америкалықтардың өздерінде болған кейбір стандартты противогаздары бұдан нашар жұмыс істеген. Вьетнамдықтардың өміршеңдігі мен тапқырлығы соншалық америкалықтар ақыры әлдеқайда радикалды тәсілдерге көшуге мәжбүр болды. Олар үздіксіз бомбалауға көшті, жер беттерін қураған, ай бетіндей бос кеңістікке айналдырған жаппай соққылар басталды. Алдағы уақытта каналымызда Вьетнам соғысының не үшін болғаны туралы айтатын боламыз. Сол үшін каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз.